Барша қазақстандықтар көршінің жерінде сақ болсын. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Қазгидромет синоптиктері 20 шілдеде Қазақстанның барлық өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасады. Астанада күндіз кей уақыттарда найзағай күтеді. Батыс Қазақстан облысының батысында найзағай күтеді. Абай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр күтеді. Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында найзағай, облысының солтүстігінде тұман күтеді. Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде кей уақытта қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтеді. Ұлытау облысының шығысында, күндіз солтүстігінде, шығысында, орталығында найзағай күтеді. Павлодар облысының оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ күтеді. Атырау облысының батысында, оңтүстігінде найзағай күтеді. Маңғыстау облысының басым бөлігінде 39 градус қатты ыстық сақталады. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр күтеді. Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай күтеді. Түркістан облысының таулы және тау бөктерлі аудандарында найзағай, дауыл күтеді. Шымкентте түнде және таңертең найзағай, дауыл. Қызылорда облысында жел батыстан соғады. Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз бұршақ күтеді. Жамбыл облысының таулы аудандарында қатты жаңбыр күтіледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Басқа да жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк баса кетуді ұмытпаңыз.